Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бұл 7-ші бөлім. Неге өз психикамды жиі бұзбайын деген ой келді. Бүгін күнделікті көріп жүргендей 3 әртүрлі мультик көреміз. Қорқынышты, аянышты және ақылды. КСРО кезінде салынған Теча немесе Қашу деген мультиктен бастаймыз. Бұны мультик деп айту қиын, бәлкім стоп-моушн анимация жататын шығар. Менің көрермендерім ол не екенін біледі, сол үшін жалғастыра берейік. Сурет бізге еттің дайындалуын көрсетеді. Әрине ол Обломов жайлы емес, мен оны максималды Декстер деуші едім. Кейбір сценалар әсіресе үлкейтіліп көрсетілген өте жиіркенішті. Сондықтан ақ-қара фильтр қойғаным дұрыс болатын шығар. Бұл анимация не жайлы? Ол етті дәмді етіп дайындау жайлы емес. Бәлкім ет жеген дұрыс емес, ол жануардан алынған емес, ол жай ғана тірі. Анимацияда еттің бір бөлігі қашу керек деп шешеді. Мультик жай анимация емес, нацистік көзқарасы бар сияқты. Тыңдаңыздаршы. Шынымды айтсам, еттің дауысы өте қызық болып кеткен. Ет аман есен қашып, полкадан бауырларының жанып жатқанын қарап отырады. Тағы концлагердегі 3-ші рейх ұқсатылған шығар. Сөйтіп, ет қашып, жылап, ұйықтап қалады. Ет оянғанда проблемалары бітпейді. Ол байқамай құлап, жерге түседі де, қараса, мысық оны көріп қойған екен. Айтпақшы, мысық үшін лайк қойылады ма? Я болса, то видеода лайк көп болады. Мысық келіп етті иіскейді, тиіспей кетіп қалады. Өйткені еттің тұзы көп. Қашқан кезде полкада тұз төгіп алған болатын. Ал тұз ол ақ өлім. Мүмкін сол үшін ет өліп қалады. Өлер алдында өзінің өткен күндер есіне түседі. Міне осындай вегетариан пропагандасы ет жейтіндерді нацистерге ұқсатқан. Ары қарай бөліну деген мультфильм. Ескертемін, мультикте қорқынышты эпизодтар бар, алайда мағынасы керемет мультфильм. Егер өмір бойы сіз сондайдан қорықсаңыз, қарамаңыз. Сөйтіп, бөліну мультигі. Ол Сиам егіздері жайлы айтады. Кез келген ата-анаға бұл өте ауыр соққы. Олар туыла сала басқаларға ұқсамайды. Кейде оларды хирургия арқылы бөледі. Басты кейіпкерлерге осындай тағдыр жазылған екен. Негізі бөліну кейде өмірлерін жеңілдетеді, алайда көп жағдайда олар бөлінгеннен кейін ұзақ өмір сүре алмайды екен. Бұл жағдайда не істеу керек? Шешім әр кезде әрқалай. Мультикке оралсақ, есейген бауырлар жұмысқа келеді. Жұмыс қуыршақ жасайтын фабрика сияқты. Бір қарағанда ол екеуі ешкімнен артық кем емес, ешқандай проблема болмау керек қой. Алайда екеуінде бақыт жоқ, моральды және физикалық тұрғыда қайғырады. Мультик басында бізге егіздің біреуі жүрейін деп құлап түскенін көрсетеді. Көп уақыт өтсе де өздері көмексіз жүре алмайды. Демек, сүйенбей жүре алмайды. Бір кезде бір егізге тігін машинасы арқылы бауырымен қайта тігілуін деген ой келеді. Үлкен машина жасап егізіне көрсетеді. Екіншісі келіседі. Таяғын шешіп қалғанда ол машинаға байқамай құлап түседі. Ал механизм іске қосылып кетеді. Біраз уақыт өтеді, қанша уақыт екені белгісіз. Бауырлар бұрын да красавчик емес еді, қазір қартайған сияқты. Бауыры костюм киіп, екіншісін киіндіреді. Өйткені ол киінуге жарамсыз болып қалған. Мультик сол басталған бөлмеде аяқталады. Екеуі төсекке жатып, бала кездеріндегі ойнаған ойыншығын құшақтап, осылай көз жұмады. Мультик бірнеше проблемаларды көрсетеді. Социальный проблема, демек қоғамдық, және тағдырға қарсы келу проблемасы. Келесі мультик аяқталатын сөзбен басталады. The End. Кім түсінбеді, ол мультиктің аты. Басында қолдан жасалған қарауыл пугало. Үстінен сот болып жатқанын көрсетеді. Өйткені ол өз міндетін атқармаған секілді. Демек, құстарды үркіту. Басты кейіпкер өте мейірімді еді, құстарды жақсы көретін басқаларға қарағанда.
Қоғам оны түсінбей, сол үшін соттап мерзім береді. Пугало түрмеде оянғанда сырттан бір шу естиді. Сыртқа қараса түрмедегілердің не күтіп тұрғанын көреді. Оларды өртеп тастайды екен. Тағы да ұйқыдан оянғанда торғайды көреді. Ол Пугалоны шұқып жырта бастайды. Соңында құс құдықтың жанында бірдеңе салып жатқанын көреміз. Алайда ол Пугалоны босатып жіберген екен. Бұл мультиктің мағынасы әркім арқылай түсінсін. Мен мысалы сырт келбет алдамшы деген мағына түсіндім. Осымен бітті достар. Арнаны тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube намысын.